Сәлем достар, бүгін біз сіздермен сырники дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті заттар: творог, 2 жұмыртқа, қант және ұн қажет болады. Ең алдымен біз творогымызды осылай таза ыдысқа салып аламыз. Үстінен қант салып, жұмыртқамызды жаратын боламыз. Достар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар, лайк басып пікір қалдырыңыздар. Осылай 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластыратын боламыз. Менде творог жұмсақ, яғни езілетін творог. Егер сіздерде қатты немесе түйіршіктелген творог болса, оны блендерден өткізіп алсаңыздар болады. Жақсылап осылай араластырып аламыз. Жақсылап араластырып болған соң, ұнды салуды бастаймыз. Ұнды міндетті түрде осылай өткізіп барып саламыз. Кішкене қою формаға келгенше осылай салып араластыратын боламыз. Формаға келетіндей етіп ұнды саламыз. Және де осылай мен ұнға форма жасап алдым. Сіздерде әртүрлі форма жасасаңыздар болады. Жүрекше немесе жұлдызша етіп. Енді осыны қызып тұрған отта қуырып алатын боламыз. Екі жағында осылай қуырып аламыз, қызартып. Мінекей, сонымен бізде осындай сырники дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте керемет болып шықты. Таңғы асқа ұсынсаңыздар болады. Каналға міндетті түрде жазылып, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер.